Ұлы дала әуені Бельгия аспанда қалықтады. Брюссельде гастролік сапармен жүрген Құлансаз этно-фольклорлық ансамблінің ұжымы еліміздің осы мемлекеттегі елшілігінің қолдауымен Атомиум кешенінің жанында флешмоб ұйымдастырды. Қазақстандық музыканттар шетелдіктерге ұлттық ән, күй, биден шашу шашып, қазақтың бай мәдени мұрасын көпшілікке таныстырды. Атомиум кешені 1958 жылғы бүкіл әлемдік экспо көрмесіне орай салынған Брюссельдегі ең танымал ескерткіштердің бірі. Мұражай кешенін көруге жылына 6,5 миллионнан астам турист келеді екен. Түрлі ұлт өкілдері қазақстандық әртістердің шағын концертін тамашалап, музыкалық аспаптардың үніне, ұлттық киімдердің сұлулығына тәнті болып, ұлы дала еліне виртуалды саяхат жасады. Ғажап концерт. Әлемнің өзге елі мен өзге мәдениетпен танысуда бір ғанибет қой. Менің туристік тобымның мүшелері әртістердің орындау шеберлігіне таңғалып жатыр. Керемет әсер алдық. Болашақта Қазақстанға сапарлағым келеді. Елдеріңіз керемет. Еуропа халықтарын өзіміздің өнерімізбен сусын татсақ деп, осындай флешмоб ұйымдастырып, бүгін мінекей тағы да өнерімізді көрсетудеміз. Бұл жақтың халқы біздің өнерімізді, мәдениетімізді өте жоғары деңгейде қабылдауда, өте ықыластар сондай керемет, бізге рух берді.